Ең қарапайым келер шақта сөйлем құрау туралы сөз қозғаймыз. Келер шақ оңай. Бізге тек қана will деген көмекші сөз керек. Бастауыштан кейін will деген көмекші сөзді қойып, артынан етістіктің қарапайым формасын қойсаң, автоматты түрде келер шақтағы сөйлемге айналып шыға келеді. Бұрын мектепте бірінші шақта shall айту керек, көпше түрде will деп айту керек деп айтады. Shall бұдан былай қолданылмайды. Ауызекі тілде қазір жоқ, тек қана әдеби нормада ғана қалды. Киноларда, кітаптарда көруіңіз мүмкін, бірақ қажет болмайды. Барлық жерге will деп қойсаңыз, келер шақтағы сөйлемді аласыз. Одан бөлек келер шақтағы сөздер көмекке келеді. Next деген сөзді білесіз. Келесі апта, келесі ай, келесі жылы, немесе осы қазір істеп тұрған нәрсеңізді сіз келер шақта құрайсыз да now деп айтасыз. Қазір істейін. In a minute, in a moment. Ол да сол мағынаны береді. Ағылшын тілінде оны қысқартып айтады. Мысалға I will'ды I'll, you'll, it'll, she'll. Осының артына кәдімгі сіздің сөзде тұрған ешқандай жалғанбаған формасын аласыз да, мысалы go, work, come деген сияқты. Артына қоясыз. Сонда I will come, I will work деген келер шақтағы сөйлем түзіп шығасыз. Контекстің to be or not to be деген атақ сөз бар ғой. Ол әуезов болмақ па, қалмақ па деп аударған. Сол жердегі to be осы. To be деп қарастырамыз да, бірақ бұл сөйлемде to be деп көбінесе келмейді, көбінесе сол шаққа байланысты өзгереді. Осы to be-дің осы шақтағы формаларын тағы бір қайталап өтейік. To be дегеніміз ешқандай қимыл әрекетті білдірмейді, қалыптасқан жағдайды білдіреді. Ағылшын тілінде етістіксіз сөйлем болмайды, сондықтан сіз нәрсенің түсін айтқан кезде, біреудің жағдайын айтқан кезде, немесе өзіңізге қатысты қандай да бір сипаттама берген кезде қимылды білдірмесе, міндетті түрде осы to be-дің формалары келу керек. Мысалға, my mother is very kind. Менің анам өте мейірімді. Қазақ тілінде екі сөзді жалғай саласыз, менің анам мен мейірімдіні. Бірақ ағылшын тілінде ол екеуін жалғану үшін ортасында to be керек, ол is. Біреуге қарап айтқан кезде, немесе жасты айтқан кезде тағы да you are 5. Енді өзіңізге қарап айтқан кезде am деген келеді. I am good. Ағылшын тілінде көбінесе жағдай сұраған кезде I am good деп жауап береді. Бұл мен жақсы адаммын деген сөз емес, мен жағдайым жақсы деген сөз. I good, you 5 деп айтпайсыз. Бірақ осы қателік көп кездесіп жатыр. Үйренген кезде соңымыздан қалмайтын кесте бар, бұл жаңағы жақтар. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ, соның көпше түрі. Мен осы үшінші жағын жексұрын шақ деп атаймын. Неге? Себебі бұл жерде жалпы ережеден тыс үнемі есте сақтауға тиісті қосымша ережелер жүреді. Міне қараңыз. Бәрінде бір-бірден, I, you, we, you, they. Үшінші жақтың жекеше түрінде ол үшеу. Яғни род категориясы жүреді. Үшінші жақты осы жақпен сөйлем құраған кезде тағы бір жексұрын ереже пайда болады. Мен жұмыс істейін дегенді айтасыз, I work дейсіз, иә? You work, олар жұмыс істейді. Бәрінде бірдей. Енді үшінші жаққа келген кезде бұл өзгереді. Көп өзгермейді, бірақ өзгереді. Works болады. Міне осы S үнемі біз шатастырады. Бірақ қиын емес. Мен мұны алдында айтпай кеттім, себебі мен exception'дарды көп айтқым келмейді, бірақ мұны реті келген кезде осылай тез арада үйреніп аласыз. Мынау үшінші жақта кез келген етістікті қойған кезде соңына S немесе ES деген жалғауды жалғайсыз. Ескеріңіздер, бұл ереже осы шақта ғана қолданылады. Өткен шақта, келер шақта бұл S жалғанбайды.